Екі қосу екі төрт, жүрегім сенде сеуірт, тақтада жазылып тұр, сынып жұмысы classwork. Exercise number 3, біздің мұт, біздің көңілгі, білім өмір шырағы, оны сүйсең менше сүй. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Пам 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 о, пам пам парам парам о, пам 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 о, пам 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 парам о. Бір жылдың өтіп кеткеніме, келдік жаңа белес өткеліне. Естен кетпес естеліктер шағы, сағындырып мені кеткеніңе. Бірге отырған құрбым парталасын, жиған білім сені арқаласын. Үлкен кезең өтіп тұр алдыңда, сендік таза сезім тарқамасын. Сәлежан Ұзатовна, сіз мен әрине кешіріңіз. Сіздің білім беріп жүрген 8-ші сыныбның мектеп бойынша үлгерім өте нашар. Иә, білім дәрежесі төмен түсіп кетті. Бұзақылар да сіздерден шығады. Сәлежан Ұзатовна, кеше ғана сұңғаттың түрі анау. Тестілеудің бел ортасынан кіріп келді. Мені бүкіл республикалық комиссияның алдында ұятқа қалдырды ғой. Сәлежан Ұзатовна, егер 8-ші сыныптың тәртібін қолға алмасаңыз, орныңызға басқа мұғалім қарастыруға тура келеді. Түсіндіңіз бе? Бастыңыз. Тынышталамыз! Бұл не деген сынып, а? Бұл не деген бассыздық, а? Мен бұдан әрі бұл бассыздыққа шыдамаймын. Сендер бұрын қандай едіңдер, а? Білімі ең керемет, тәртібі тамаша, ең үлгілі сынып едіңдер ғой. Ал қазір қандайсыңдар? Мектеп бойынша білімі ең төмен сынып біздікі. Ұялмайсыңдар ма? Келесі жылы мен сендерден бас тартамын. Сендердің сынып жетекшілерің болмай, ұқтыңдар ма? Жоқ, мынау не сұмдық, а? Біз осы жаздық емтихандардан ең төменгі бал алдық. Жарайды, оны қойшы. Емтиханға кешікпей келуге болады ғой енді, а? Тіпті келмей қалғандар да бар ғой, а? Қайда әлгі Сұңғат? Қайда жүр? Алтыншы мектепте жақсы мектеп. Қайда әлгі Сұңғат? Қайда жүр? Дилназ, бен уайымда ма? Сен осы мектептегі ең күшті сыныпқа келіп жатсың. Жүр. Сәлеметсіз бе? Иә, жақсы рахмет. Балалар, танысып қойыңдар. Біздің сыныпқа жаңа бір оқушы келді. Атын кім? Дилназ. Дилназ. Отыра ғой, екінші партаға отыра ғой, екінші қатардағы. Танаш! Тынышталамыз, кәнекей. Бүгінгі сабақтың тақырыбы... Кешіріңіз, апай, күтуге ола ма? Тағы кешіктің бе? Сабақтың соң жақсылап тұрып сөйлесеміз. Отыр бар. Дәптерлеріңді аламыз. Бүгін нешесі? Жазамыз. 4-ші мамыр. О, апай.
Біздің қолаға бөтен қойып кетіпті ғой. Отыр кәне. Бүгінгі сабақтың тақырыбы балалар. 10 минутта ештеңке өтіп үлгермейміз ғой. Одан да жаңадан келген қызбен жақынырақ таныспадық па? Бұл Арайка. Сабақты керемет оқымаса да тез әрі шапшаң ойланатын қыз. Сіздерге айтар ақылым, Арайкамен сөз таластырмай-ақ қойыңыздар. Я, апай, танысқанымыз өзімізге де оғанда жақсы болар еді. Жақсы, Дилназ. Өзің таныстыра ғой. Қысқа да нұсқа. Менің есім Олжагелді. Дилназ, әкем жеке кәсіпкер. Ал анам болса үйде бала тәрбиесімен. Былтыр 6-шы мектептен, биыл осы 7-ші орта мектепке ауысып келдім. Жақсы, рахмет, отыра ғой. Сонда келесі жолы 7-ші мектепке барасың ба? Тыныш, дәптер қаламдарды алыңдар. Тақырыпты жазамыз. Қойсаңшы Нұрсұлтан, өзін 10 шақты мектеп ауыстырып едің ғой. Тыныш. Нұрсұлтан, сен бұған дейін мектепте оқығансың ба өзі? Бұл Марал. Негізінде көп сөйлемейтін қыз. Бірақ мына прикол өтіп кетті ғой деймін. Сабақтың тақырыбы жазамыз. Сендер өз-өздерімен танысып отырғандар қалай кетті? Біз жаңа ғана мұнда Дилназбен танысып отыр едік қой. Я, Дилназ, тағы не айтарың бар? Болды. Жаңадан келген қызда нет болар. Болдыңдар ма? Енді дәптерлеріңді ашып жазыңдар. Бейімбет Майлиннің шығармашылығы. Дилназ, сенде барлығы жақсы ма? Иә, барлығы жақсы. Сен қатты уайымдай берме. Негізінде біздің сыныптың балалары жақсы, бірақ анда-санда қуып тұратындары болмаса. Жоқ, Азиза, мен ренжіген жоқпын. Мүмкін, шынымен де әлі үйренсе қоймаған шығарын. Барлығы жақсы болып кетесіне мен де сенемін. Бұл мен, атым Сұңғат. Өзімді жақсылап таныстырмақ келіп еді. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай әзірге сәті түспей жатыр. Бірақ ол сәттің туатына мен сенем. Дилназ, сенде бәрі жақсы ма? Дилназ, көріп тұр ма? Есі дұрыс ма, Дилназ? Есіңді жайып тұр. Бәрі жақсы ма, Дилназ? Бәрі жақсы ма, Дилназ? Басыма оған шешімдер ғой. Мә, қыздар, бағанағы жаңадан келген қыз әдемі екен ғой. Я, маған да ұнап қалды. Жақсы қыз ұқсады ғой. Ол қыздар жаным ашып. Келісіме Сұңғаттың қасына отырды ғой. Ал мүмкін қайда білесің? Ол сабақты жақсы оқып, Сұңғатты алға қарай тартатын шығар. Ой, қайда әдемі. Сол Сұңғатқа лайықты отырсын сөйлеп. Сұңғат, директорге. Жылады да кетті. Сен кезің бәрі. Жігіттер, бүгін келген қыз әдемі екен, я? Дәулет олғасан қарамайды тауы. Неге қарамайды? Дәулет жақсы жігіт қой. Жігіттер, ренжімеңдер, ол қыз бос емес. Оппана! Сен уже ол қыз земленіп алдың ба не? Жігіттер, ренжімеңдер. Мен уже Сұңғатпен орын ауысып қойдым. Сыныпта
бізді көңіл ғажап қалам ешқашанда таусылмас сыныптас бардалас бізді көңіл ғажап қалам ешқашанда таусылмас. Иә. Айман Қадыржанға кіруге рұқсат бар? Рұқсат. Сұңғат, саған не болды? Сен жігітсің ғой. Сен ана қыз не көрасың? Сен оған аға болуың керек қой, үлгі болуың керек. Ұят емес пе? Сен де бір... Не көрасың ол қыз, не көрасың, ол қыз ғой. Бәрінен де бұрын Дильназдан ұят болды. Сыныпқа жаңадан келе сала, бұндай жағдайды бастан кешіру кімге де болсын оңай емес қой. Бәлкім директордың айтқандай мектепті артқа тартып жүрген оқушы мен шығармын. Аймекен! Сұңға, сен бар! Алып бәт ма! Ма терезені кім сындырға, Аймекен, а? Ей! Қайсыңнан істеген? Қайсың дейін? Шығындар бол! Қайдасыңдар? Ей, балалар! Қап, мұнан терезені кім сындырды? Тауып алып келетін болма сындырғандарды. Қарашы, ә? Сенің үйіңе бара жатыр. Мен қазір негізі қалжыңдайтын жағдайда емеспін. Директордың кабинетіне да? Мен жаңа сол жақтан келе жатыр едім. Біз білмейміз, директор біз келуімізді талап етті. Қыздар жігіттер жүрсеңіз бақпа тек та. Сұңғат досым, түсіп бақпа тек. Сендер мен әбден шаршатып болдыңдар. Мұна терезені қанша тұратын білесіңдер ме? Кешіріңіз ағай, осы мектепте бір нәрсе болса, неге біздің класстан көре бересіз? Бұл Дәулет, классымыздың пранкері. Және де өте әзілқой жігіт, сонымен қатар өзіне тән мінезі де жоқ емес. Сен неге маған қаршыға бересің, а? Мен сенің сынның қандай екенін білем ғой. Мүмкін. Нұрсұлтан, сен шығарсың, а? Сен таппайтын бәлең жоқ. Аға, не дегеніз? Мен ол кезде кезекші болған ғой. Көз суарып, тақта сөткеннен басқа дым істемедім. Бұл біздің Нұрсұлтан. Айтарлықтай бұзықтық жасамаса да, үнемі көзге түсіп қала беретін жігіт. Солай ма? Мүмкін. Тиктокерлер, сендер шығасыңдар, а? Статистика деп, сендердің түсірмейтін бәлелерің жоқ. Жоқ, біз емес. Бұл біздің кластың ең үздік тиктокерлері. Жансая, Әсел, Аялым. Олар сабақтан көрі тиктокқа көп көңіл бөледі. Сол себепті тиктокта класс ішінде бірінші орында. Майғандар, бәрібір мен бұны камерадан көріп алам. Ағай, одан да бас қатырмай сол камерадан бәрін көре салайық та? Бұл Әлішер. Тік сөйлейді, тік жүреді. Жалпы өте пысық жігіт. Сен барға білгішінбей тұршы. Мен сендерге мойындатуға уақыт беріп тұрмын. Ой, ағай, мойындаған адамға не болды сонда? Ал бұл Аян, классымыздың бұзығы. Басқа класстың балаларынан қорғайтын Әлихан екеуі. Аян, қайтесің? Кешіріңіз ағай. Әлихан, мүмкін сен шығарсың.
Жоқ, мен емес. Ағай, кешіріңіз, бірақ біздің ұлдар ондай бұзақылыққа бара қоймайды. Иә, оның үстіне біз ол кезде класстың ішінде болғанбыз. Бұл Ақбөпе мен бір ғаным. Сыныптағы қой аузынан шөп алмас, сабақ десе, сынып десе, ішкен асын жерге қоятын өте жақсы қыздар. Сендер бар ғой, сыныптарыңды қорғаштамай тұрыңдар. Бәрібір сендер ойлағандай болмайды. Түсіндіңдер ме? Ағай, камерадан қараңыздар, кім сындырғанын айтыңыз. Бұл Мерей, ақылды жігіт, бірден дүп басып айтады, бүгінді сөйтті. Мойындамайсыңдар ғой, мойындамасаңдар, өз обалдарың өздеріңе. Істерім сендермен болсын. Барыңдар. Болды, босыңдар. Иә, бұл біздің сынып. Терезені біздің балалардың біреуі сындырса сындырған шығар. Оны дөп басып айта алмаймын. Бірақ біз бір-бірімізді бәрібір де сатпайтын едік. Оның үстіне мектептегі камералардың жұмыс жасамайтынын бәріміз білеміз ғой. Екі қосу, екі төрт, жүрегім сендесе өрт, тақтада жазылып тұр. Сынып жұмысы classwork, exercise number 3. Біздің мұт, біздің көңілгі, білімім шырағы, оны сүйсен менше сүй. Қалай, бірінші серия ұнады ма? Егер де ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кет. Егер де бізбен бірге киноға түскің келсе, астындағы номерге жаз. Ал біз сені күтеміз.